Жылдам хабарнама шұғыл дерек. Ассалаумағалейкум армағазақ. Егер ең соңғы жаңалықтардан алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, онда арнамыздағы подписайтесь және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеоролигімізді соңына дейін қарастырыңыз. Ал онда біз бастадық. Бүгін және ертең түстен кейін Г3 дәрежелі 5 балдық магниттік дауыл болады деп күтілуде. Түске қарай Г3 дәрежеге дейінгі магниттік дауылдың жоғарғы белсенділігі күтілгендіктен бұл фактылардың ағзаға теріс әсерін айту үшін диетаға балық және жасыл тағамдарды қосуды ұсынылады. Г3 градус магниттік дауыл кезінде кейбіреулер бастың артқы жағын және маңдайында аздап ауырады. Бұл уақытта мұндай адамдарға ас қолдануға және де күнде көбірек отыруға кеңес беріледі. Осы уақыт аралығында жоғарғыда аталған фактылар сезілетіндерге темекі шегу, алкогольдік өнімдерді және кофе ішу, сондай-ақ физикалық белсенділікті ұсынылмайды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында тек қана біздің каналымыздан таба аласыз.